Күллі қазақтың қабырғасын қайыстырған қаңтар қасіреті. Қарт Каспийден бастап Алатауға дейін жеткен толқулардан қандай қорытынды шығарамыз? 3-ші қаңтар күндері, 4-ші қаңтар күндері мына әуежайдың жолы бұғатталды, темір жол, вокзалдың жолдары бұғатталды. Себептер мен салдар, деректер мен сандар. Бас прокуратура мәліметтері не дейді? Бүгінгі күні жалпы ел бойынша қаңтар оқиғасына байланысты 5 мыңнан аса қылмыстық іс қозғалды. Алаңдағы арандату, өрт шарпыған өңірлер, ондаған жанның өмірін қиған орны толмас оқиға. 4 баламен жетім қалды. Енді амал жоқ, осыларды аяғынан тұрғызайық деп айтыр, өзімізді өзіміз жоғалтып қоямыз айтыр. Тәуелсіздік тарихындағы ең ауыр күндер. Біз бұл оқиғалардан қандай сабақ алуымыз керек? Тәуелсіздік ең бәрінен қымбат дейтұғын болсақ, оны сақтап тұру үшін ең алдымен қазақ халқына бірлік керек. Каспий. Тербелген теңіз. Көк айдынның жағасына жайғасқан әсем ақтау. Тек Маңғыстау үшін ғана емес, Қазақстан үшін стратегиялық әрі экономикалық маңызы бар бірегей өңір. Қалада күнделікті қарбалас. Жұрт таңертеңгісін жұмысына, ел мен елді жалғаған кемелер әдеттегідей жағасына асығуда. Қаңтарда алаңда болған Аят Сүгірбайдың айтуынша, егерде сол кездегі жағдай ушыққанда, осы бір мамыражай күндерге зар боп қалуымыз мүмкін еді. Біз Бұхара мен биліктің ортасында көпір болуға дайын едік сол кезде. Сол ниетімізді де біз сол алаңға жиналған көпшілікке жеткіздік. Айттық, азаматтар, қандай да болсын талаптарыңызды біздер билікке жеткізуге дайынбыз. Ең бастысы біз арандап қалмайық, заң бұзушылыққа жол бермейік деген өзіміздің үгіт насихатымызды жүргіздік. Комиссия халықтың талабын орындады, бірақ енді талапқа халыққа анағаттанбады. Газдың бағасын 50 теңгеге түсіргенмен де алаңға жиналған көпшілік тарамады. Олар саяси талаптар қоя бастады. Шұғыл құрылған штаб құрамында жұмыс істеп, өңір белсенділерімен бірге наразы халықты сабырға шақырған мәслихат депутатының айтуынша, жағдай кез келген сәтте шиеленісуі мүмкін еді. Біз мына талпан жаңағы талпа дейміз ғой енді. Соның психологиясын зерттей бастадық. Дереу. Бұл алаңда қандай ұжымдар бар, мекемелер, қандай топтасқан ұйымдар бар, және олардың көшбасшылары кім, кімдердің оған ықпалы жүреді деген сияқты талдау жұмыстарын жүргізе бастадық. Сонымен қатар бізде енді өңіріміз қазақи болғаннан кейін жаңағы ағайын тума, құда жекжат деген сияқты қарым-қатынасымызда жақсы рөл ойнап кетті бұл жерде. Себебі енді қарға тамырлас қазақпыз ғой енді. Ағайын тумамыз бар, басқамыз бар. Бір рудың ішінде ел сыйлайтын ақсақалдарымыз бар. Сол кісілерге қолқа салып біз тарттық. Мен оларға көп рахмет айтам. Біз айттық, ешкімнің біз сойылын соқпаймыз. Ешқандай саяси топтардың мүддесіне жұмыс жасамаймыз. Бір ғана біздің мүддеміз бар, ол елдің бірлігі. Дүние мүлік бұзылмау керек, бүлінбеу керек деген мақсат ұстандық. Аяттың айтуынша қаңтардың 3 мен 4 күндері әуежай, вокзал және тас жолдар жабыла бастады. Сол кезде олар бұның артында әлде бір мүдделі топтардың тұрғанын сезді. Оның үстіне алаңда іріткі салушылар пайда болып, экстремистік пиғылдағы ұрандар айтыла бастаған. Береке кетсе ол не болады? Ол мүмкін емес нәрсе ғой. Ол экономика өз алдына құлдырайды. Мына мемлекеттің басқару органдары ол да құлдырайды. Қорқынышты жағдай ғой ол енді. Біздер, мысалы мен өзім жас азаматпын, елім, мен осы бірақ Қазақстаннан басқа елім жоқ. Осы болашағымды, ұрпағымның болашағын осы елмен байланыстырам. Осы елден артық маған ел жоқ қой. Жаным аша дейін. Әбейір болғанда Маңғыстау халқы бірнеше күннен соң бейбіт тарады. Алайда елдегі жағдай бұнымен тыншыған жоқ. Газдан басталған даудың жалына бір сәтте Қазақстанның тең жартысына жайылып кетті. Президенттің тапсырмасы негізінде арнайы прокурорлардың басшылығымен ведомство аралық жедел тергеу тобы құрылды. Жалпы жаппай тәртіпсіздіктер, терроризм актілері,
қызметтегі әрекетсіздік және басқа да ауыр санаттағы қылмыстық істерді осы топпен тергелуде. Бүгінгі күні жалпы ел бойынша қаңтар оқиғасына байланысты 5000-нан аса қылмыстық іс қозғалды. Олардың мемлекетке опасыздық жасау, билікті басып алуға қатысты істер ұлттық қауіпсіздік комитетімен тергелуде. Басым көпшілігі бұл істердің ішкі істер органдарының өндірісінде, олар жалпы адам өлтіру, ұрлық, қарақшылық, бұзақылық, қару ұрлау сияқты қылмыстар. Бұл Шымкент орталығындағы жағдай. Шектен шыққан жастар, құқық қорғаушыларды аяусыз жаншыған топ, бір сәтте өртке оранған қала. Баяндауда қажет етпейтін көрініс. Менің тура жанымнан, белімнен и аяғымнан кеп оқ тиді. Сол жерде құлап, ес-түсін жоғалтып, қансырап, мына жерге алып келіп не қылды, жатқызды мені. Арғарай уже алғашқы медициналық көмек көрсетті. Скорый шақырып еді, скорыйларды халық ішке неғымады, кіргізбеді топ. Сол жерден өзіміздің машина арқылы бұзып, қоршауды бұзып, шығып, мені ауруханаға алып барды. Қаңтар оқиғасы кезінде 5000-нан астам адам медицина мамандарына жүгінген еді. Олардың 80%-ы құқық қорғаушылар. Біздің қызметтік автокөліктерді аударып өртеп, мына жерде газель, автобустар да өртенді. Ішіне өрт салды жерде. Сырт өртенген жоқ, бірақ іші полный өртеніп кетті ғой автокөлігін. Мен жарақатты алған Шаяхметовадан бір полу автокөлік арт жағымнан келіп жатыр еді. Мен ол автокөлікті көрмей қалдым. Бірақ көрген кезімде қашып үлгеретінім, қарасам, бірақ әріптесім теріс қарап тұр еді. Соны тартып үлгерем деп ойладым, тартам деп, оны тартып, бірақ өзім қап кеттім. Аяғым қысылып қалдым осы екі машинаның арасында. Ол келіп бір машинаны соқты, соның арасында тұрып қалдым. Қазіргі күні бас прокуратура қаңтар оқиғаларына жан-жақты талдау жасауда және алғашқы нәтижелер де бар. Қазір кезең-кезеңімен айтатын болсақ, 3 толқынға бөлуге болады. Бірінші толқын бағана айтып өткен бейбіт митингілер. Бұл жерде азаматтар бейбіт митингіге шықты. Бұл жерде полициямен ешқандай қақтығыс болған жоқ оларда. Енді екінші сатысына, екінші толқынына келетін болса, бұл жерде осы жиналушылардың арасына жаңағы араңдатушылар, экстремист топ мүшелері кіріп жаңағыдай әрекеттер жасады. Үшінші кезең бұл қылмыстық топтар. Қылмыстық топтардан кейін өздеріңіз көрдіңіздер, олардың жалпы мақсаты қирату, өртеу, бизнес объектілері, кейіннен мемлекеттің объектілері, стратегиялық объектілер және де мына билік өкілдеріне, полиция, әскери күш құрылымдарына қарсы шабуыл жасау болды. Қоғамды дүр сілкіндірген тәртіпсіздіктер еліміздің 8 өңірінде тіркелгені белгілі. Олар Алматы, Алматы облысы, Шымкент, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Атырау, Қызылорда, Ақтөбе облыстары. Қоғам белсенділерінің арқасында біраз жерде жағдайдың алды алынды, ал кейбірінде керісінше сипат алды. Осы жерде келіп жүргенде, осы жердегі жастар, кәдімгі белсенді жастар болып, жаныма жүгіріп келіп, аға, әйтеуір бір үлкендісіз ғой, үлкендігіңізді айтыңызшы. Менің жаңа басыма киіп тұрған ана курткамның басына капюшон дейді ғой, бүркенше, сол бүркеншесін алып тастаңызшы, басыңыздағы ақ шашыңызды көрсетіңізші. Мына шашқа сыйлап, басыңыздағы ақ шашыңызға сыйлап, бір әйтеуір тоқтауға келер деген. Сол кезде айтқанды тоқтағаныма әйтеуір білмеймін. Басымдағы ақ шашымды ма, болмаса ма, жасымды ма, осы жерде қан төгілмесін деп айтқанымды тыңдағаннан ба, әйтеуір болмады ондай. Құдай сақтап қалды енді. Бір енді бізге қашанда мен айтам, әр нәрсенің өзінде түсінікпен ортақ мәмілеге салып шешетін шешім болады. Ол шешім қабылданбайтын дүниелер болмайды. Әр нәрсенің өзінде келісім болады. Мына мен бір айтып кететін әңгімем бар. Соғыс болған елде кім кінәлайды дейді. Осы ортаға дұрыс мәмілеге келе алмаған солар кінәлі болады. Ауған соғысының ардагері Ақтөбедегі бейберекетсіздіктер кезінде үйде қарап отыра алмады. Алаңға шықты, наразы топты тоқтатуға тырысты.
мынау әкімшілік өртенсе, мына айна өртенсе, оның ар жағындағы гостиница, оның ар жағында тұрып жатқан тұрғылықты үй өртенсе, ар жағында Нұрдәулет өртенсе, не болатын еді? Мына жердің бәрі өртенетін еді ғой. Сонда не болатын еді? Біз мына бір нәрсені қалап салу ол қиын, ал оны қирату, бұзу, өртеп, жермен жексен қылу ол бір 2 сағаттық, 3 сағаттық қана жұмыс ол. Мен қашанда айтатын бір әңгімем бар. Бетене кетер бел қалар, билер кетер ел қалар, бектер кетер ел қалар, берекет келсе нен қалар деген бар. Берекетіміз шашып алмай, осыны сақтап қалғанымызға Аллаға шүкіршілік айтқым келеді. Владимир, читали же. Здесь сколько пришли все, бежали. Талдықорған, талқаны шыққан ғимарат, өртке оранған облыстық әкімшілік. Жетісу жеріндегі жағдайдың қандай болғанын осы бір көрініске қарап айта беруге болады. Өзіміз де түсінбей қалдық, қалай болған, не болған. Бұл өзі үшінде басталыпты. Бірақ мен мына алаңға 4 күні келдім. Ақсақал болғаннан кейін жастар жүр дегеннен кейін соларға бір басып айтайық, барайық. Ал енді ана тұрған адамдардың барлығында жастардың реакция жоқ. Бәрі көздері осы кәдімгі не сияқты бір әйнек сияқты 3 рет шабуыл жасалды. Яна қалалық полиция бөліміне. Атыс болды, айғай болды. Сол бір кезде біздің тереземізден кәдімгі оқ терезенің ішке түсті, кәдімгі тарс етіп түсті, терезені шақты. Сұмдыққа біз душар болдық. Қазір қарап отырсаң, не деген дүниеге душар болдық. Кәдімгі бір арнайы дайындалған адамдардың басқаруында. Жаңа ғана жақтан бері қарай дүреті осы жаққа ауысқан уақытта ішім бір қылп ете қалған. Мұналар тегі итке жетектеп апты ғой ары бері деген сияқты ішім ой келген. Ал енді кейін олардың істегені, мародерство жасаған, басқа істеген, ол енді ешқандай басқа сыймайды. Мемлекеттік қызметкерлер ғимаратты тастап кеткен жоқ. Олар қанша жерден қауіп төнсе де, жұмыс орындарындағы мүлікті сақтап қалу үшін соңына дейін табандылық танытты. Тәжік ауған соғысы ардагерлері де белсенді болды. Мен өзім құжаттама қамтамасыз ету бөлімінің басшысы болғандықтан, сол бөлімдегі аса маңызды құпия құжаттарды құтқаруым керек болды. Сол себептен жұмылдыру бөлімінің мамандары бізде секретный отдел деп аталады, сол бөлмеде қамалып қалдық. Оның есігі темір есікті шабуылдаушылар сындыра алмады, ұрып соғып қирата алмады, бірақ артынан кейін түтін салып бізді түтінменен жаңағы уламақшы болды. Дәл сол уақыттарда маған осы бұрыннан таныс азамат Аян Алиев хабарласты, аға осындай, мына жерде елдер тағы да жиналып отыр, біз Тәжік ауған соғысының ардагерлері келдік. 15 ардагерді алып келдім мен. Тәжік ауған ардагерлерін алып келіп, мұндан алаңда өткен мұжыр әлі де топырлап көп жігіттер тұрды. Бұл жігіттердің барлығына біз ең ұмағында бұл жерге кішкене тазалыққа көшу талап еттік. Менің өзіме қос ауыз дейді, горизонталка дейді. Соны менен угрожать еткен жас бала болды. Аға, сіз мына жігіттерді алып кеттіңіз, бұл жерде біздің жігіттер жұмыс істеп жатыр дейді. Сөйткенде мына әлдің жігіттер көріп қойды жаңағы. Иә, Самат деген жігіт болатын, ол күрекпен ала жүгірді мұндан. Олар былай қарай қашып 4-5 жігіт қашып кетті жаңағылар. Дәл сол уақытта облыстық ауруханадан бізге телефон çalды. Ойбай, мына жақта да бізден дәрі-дәрмек, йод сұрап жатыр. Осында жаңағы әлгі көтеріліс, жаңағы әлгі бас бұзақылар жүрді. Міне қазір менде суреттері бар. Тәжік ауған соғыстарының азаматтары бұлар нағыз ерліктің үлгісін көрсетті. Сол ауруханада 3 күн дежур кезекшілік ұйымдастырды. Мына суреттерді қарасаңыздар, міне. Мынау жаңағы кезекшілік ұйымдастырып, сол жерде күзетіп тұрған жігіттер. Мынау жаңағы азаматтарға мыңда-бір рахмет, бұл жігіттерге басын. Бұл біздің міндетіміз. Егер бұлар болмағанда шынында да мүмкін оқиға басқаша өруі мүмкін. Ардагерлер осылайша бір сәтте бас біріктіріп, алаңды тазарту жұмыстарына белсене араласты. Түнделетіп дәрігерлер мен науқастарды күзетті. Жағдай қалыпты арнаға түскенше тыным тапқан жоқ. Енді бұл жастарды қалай ұстауға болады деп тұрғанда, менде бір үлкен әже апа кетіп бара жатыр екен, апамыз. Сол кісіге айттық, енді қазақ анадан, әйелден қаймығады ғой. Сіз бізге көмектесіңізші. Сол кісі осы жерде тұрып, "Ей балаларым, қойыңдар" деп кішкене батыл-батыл сөйледі. Сөйтіп бір жарты сағаттай жастарды мына ғимаратқа кіргізбей ұстай тұрдық. Жаңағы Ермек бауырым мына жерде есікке үлкен арматура тауып әкеп,
есіктің аузын матап тастады. Мемлекеттік қызметші ретінде емес, жеке азаматтық борыш ретінде қабылдап, біз бұл шараға, бұл қадамға барған болатынбыз. Сондықтан да Болпақпен өз сөзін айтып кеткендей, үлкен анамыз барлығын тоқтау айтып отқан кезде, біз ішіне кіріп, ішіндегі жиһаздармен сынған әйнектердің алдын жабуға тырыстық. Алаңдағылардың көбі осылайша пиғылы теріс топтардың қол шоқпарына айналып кетті. Үлкендердің ескертуін тыңдамады, ешкімге құлақ аспады. Енді сол әрекеттері үшін заң алдында жауап беруге тура келеді. Қандай нәрсе болсын, жақсы ниетпен басталып, жақсы аяқталғаны әрине ол абзал ғой. Бірақ өкінішке орай сол жиналған азаматтардың осы мемлекеттің болашақ дамуына, елдің, жердің болашағына деген ойларын ортаға кірген арандатушылар оны бір террорлық әрекетке ұластырып, қирату, шағу, құқық қорғау қызметкерлерін ұрып соғу, тіпті олардың қазаға ұшырауы қайғылы жағдайлар. Бас прокуратураның мәліметінше, қазір елдегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырған 27 тұлға жауапқа тартылуда. Бұл дерек әлі өзгеруі мүмкін, себебі тергеу мен талдау жалғасуда. Сонымен қатар, ішкі істер органдарының бірнеше басшысы күдікке ілініп отыр. Полиция департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитет департамент ғимараттарын тастап кету фактілері бойынша қазір тергеу жүргізілуде. Бұл департаменттің басшылығы, бүгінгі басшылықтары күдікті деп танылды. Істер бойынша тергеу жалғасуда. Енді нәтижесімен барлық күдіктілердің әрекетіне баға берілетін болады. Сонымен қатар бүгінгі күнге қаңтар оқиғасына байланысты қылмыстық істер бойынша 1200-ден аса азамат күдікті деп танылды. 600-ға жуық азамат бүгінгі қамауда отыр. Басым көпшілігі бұл енді әрине Алматы қаласында. Тараз. Қарулы топ қаңтардың 5-нен 6-сына қараған түні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментіне бірнеше шабуыл жасады. Арнайы дайындалған 350-ге жуық адам департамент басшылығына өз еріктерімен берілуді талап етті. Бірақ арнайы қызмет өкілдері бұл талапты орындаған жоқ. Керісінше, оларды ғимаратқа кіргізбес үшін түні бойы тойтарыс берді. Экстремистер темір қоршаудан секіріп, департаментқа қарай оқ атып, тас лақтырып, сондай жағдай болды. Олардың қолында тек қана қару емес, олардың қолында коктейль молотов және де темір кесетін автоген де болды. Өкінішке орай сол кезде біздің қызметкер, ұлттық қауіпсіздік подполковнигі Әділбай Дастан Әділбайұлы жарақат алып, ауруханада қайтыс болды. Дастан жайында айтатын болсақ, ол енді алғашқы қатарда болып, батырлық көрсетті. Қызметте адал. Офицерлердің ортасында үлгі қызметкер болды. Дастанның ата-анасы бұл кезде Түркияда демалыста болатын. Ұлдарының жарақат алғанынан хабардар болған олар шұғыл түрде елге оралды. Алайда бұл кезде бәрі кешеді. Осындай ауыр қазаға тап болдық. Ең қиыны мына баламыздың алдымызда кеткен жаман екен. Енді қасіретке енді көніп уақыт деген емші еді ғой. Енді есімізге келіп жатқан жағдай. 40-қа сентябрьдің 2-сіне толу керек еді биыл. Енді оған жете алмай кетті. Мен өзім органда істегеннен кейін балам соған қызықты. Бала әкеге қарап өсіп дейді ғой. Дастан Әділбай біраз уақыттан бері антитеррор орталығының басшысы қызметін атқарды. Сол қызметтің миссиясын орындау барысында ерлікпен қаза тапты. Ылғида айтатын мама, мен жұмысымды сондай жақсы көрім. Мен келешекте мама генерал болым. Алдына өзім мақсат қойып, сөйтіп не алатын. Баламнан айырылып қалдым. Алтындай баламнан.
келмеді, қиын болды. 4 балам жетім қалды. Енді амал жоқ, осыларды аяғынан тұрғызайық деп айтыр, өзімізді өзіміз жоғалтып қоямыз айтыр. Енді осындай қиыншылық болмаса екен Қазақстанда, халқымыз тыныш, еліміз тыныш болса екен айтыр. Сын сәтінде өмірінің соңына дейін табандылық танытқан подполковниктің ата-анасына президент жарлығымен 2-ші дәрежелі айбын ордені табысталды. Ұлт қауіпсіздігі үшін жанын қиған Дастан Әділбайұлының есімі өзі қызмет еткен ғимараттың алдында таңбаланды. Соңына дейін оны өзім көрмегенше мен сенбедім. Бұндай болады деп. Енді оның арманы халқына үлкен үлес қоссам дейтін. Және де енді арманы сол балаларының жарқын болашағы. Мемлекет тарапынан барынша қолдау жасалды. Я, қаңтар оқиғасы қаншама отбасыны қара жамылдырды. Қазірде бас прокуратура қаралы тізімге қатысты барлық деректі жан-жақты талдауда. Жалпы мына қаңтар оқиғалар салдарынан жалпы 232 адам қаза болды. Оның 19-ы құрылымдық күш қызметкерлері, яғни полиция, әскери қызметкерлер. Енді олар бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу қаза болудың барлық жағдайларын анықтауда. 5000-нан аса қылмыстық іс тіркелді. Осы қаңтар оқиғасы бойынша бүгінге 470 адамға қатысты 288 істі аяқтап сотқа жібердік. Оның бүгінге 175 бойынша, яғни 275 адамға қатысты сот үкімдері шықты. Соңғы деректерге сүйенсек 3000-ға жуық қару ұрланған. Оның 1600-і аңшылық, қалғаны күштік құрылымдарға тиесілі. Қазіргі күні оның 800-ден астамы тәркіленді, қалғаны іздестірілуде. Сондықтан алда қылмыстық істердің саны артатыны анық. Өкінішке орай, қаңтар оқиғасы кезеңінде рұқсат етілмеген тергеудің әдістерін қолдану фактілері бойынша бірнеше арыздар түсті. Бүгінгі күні 234 қылмыс өндірісте бар. Бұл азаптау және лауазымды өкілеттерді асыра пайдалану. Соның 224-і сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл қызметінің өндірісінде, қалған 10-і резонанс тудырған, яғни жарақат алумен, қаза болумен аяқталған. Бұл әрекеттер арнайы прокурорлардың өндірісіне алды. Бұл істер бойынша 9 құқық қорғау арнайы органдарының лауазымды тұлғалары қамауға алынды. Бүгінгі күні бұл азаптау, лауазымды өкілеттерді асыра пайдалану істері ерекше бақылауда. Қазіргі тергеу әлі жалғасуда. Өздеріңіз білесіздер, енді 5000-ға жуық істер тіркелді, бана айтып өттім. Енді тергеу нәтижесімен барлығы жұртшылықтың назарына жеткізілетін болады. Ол ұйымдастырушы кім? Яғни бүгінгі күні осы жаппай қаңтар оқиғасына жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушы ретінде 27 тұлға бар. Нәтижесінде мен баға берілетін болады әр күдіктінің, әр ұсталушының әрекетіне. Біз қаңтар қасіретінен қандай сабақ алуымыз тиіс? Ендігі қадам қандай болуы керек? Осы 30 жылдың ішінде біз біраз дүние жасалды. Жасалмады деп айтпайық, онымыз қате болар, ал бірақ жасамаған дүниеміз әлде де көп. Соны біз бірге отырып, елмен осы билік бар, жалпы қоғам болып бірге жасауымыз керек. Басқару ісіндегі жүргізіп жатқан реформаларға, соның бәрі халықтың әл-ауқатын жақсартуға, халықтың ынтымағын сақтап, біздің мемлекетіміз дамытуға бағытталған. Кім соған қарсы мысалы? Оған қарсылар ол біздің мемлекетіміздің жаулары. Біз сөйтіп айтуымыз керек. Ал егер сіздерге мемлекетіміздің тұрақтылығы керек болса, қазақ елінің амандығы керек болатын болса, біздің жаңағы бала-шағамыздың өсіп өркендегені керек болатын болса, біз сол саясатты қолдап, қорғап, әрқашанда соған мемлекетіміздің шаңырағы биік, керегесі нық болуға жұмыс істеуіміз керек. Бұның барлығы да біздің ойымызға ой салатын, тағы да бір рет бір етегі жеңімізді жинап, бірлігімізді бекемдеп алатын кезде тұрық. Енді нағыз бірліктің керек кезі енді қазір мінеке туындап отыр. Елдің ішін дау алса, сыртын жау алады дейді.
біз елдің ішін дауға да бермеуіміз керек, сыртқы жауға да бермеуіміз керек қой. Ол үшін бірінші біздің аузымыз бір болу керек. Елдің ынтымағы, бірлігі ең басты құндылық. Сол болды, қаңтар оқиғасында және де сол бола беріп, қала беру керек қой. Бірнеше күнге жалғасқан дүрбелең бейбіт өмірдің мәні қандай екенін көрсетіп берді. Сондықтан қасірет енді қайталанбауы тиіс. Алда елді жаңа өзгерістер күтіп тұр. Бұл үшін халықтың бірлігі мен елдің тыныштығы аса маңызды.